Қайырлы күн, 16-шы сабағымызды бастаймыз. Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы бір санның қасиеті. Біз бүгін бірге көбейтуді және бөлуді үйренеміз. Бірінші есепке қараймыз. Өзара байланысты өрнектерді дұрыс тапсаң, шығарманың авторы мен оның қалай аталатынын білетін боласың дейді. Б көбейту А тең С-ға. Бұл жерде көбейткіштердің орнын ауыстырамыз. Яғни А көбейту Б тең С. Осы нұсқаны екеуін бір-біріне сәйкестендіріп қосамыз. Сәбит Мұқанов шығады. Осыны байланыстырып сызып қоямыз. Екінші мысалға қараймыз. 3 көбейту 5. Яғни бұл жерде де солай көбейткіштерін орнын ауыстырамыз. 5 көбейту 3. Көбейткіштерін орнын ауыстырғанмен көбейтіндің мәні өзгермейді. 15 болады. Геннадий Снегиров. Келесі. С бөлінген Б тең Аға. Бұл жерде С бөлінген А тең Б болады. Яғни бөлгішпен бөліндің мәнінің орнын ауыстырамыз. Туған дала деген шығарма шықты. Келесі 15 бөлу 3 5-ке тең, 15 бөлу 5 3-ке тең. Яғни бұл жерде дәл солай бөлгішпенен бөліндінің мәнінің орнын ауыстырып тұр. Түйелер бие шығады екен. Келесі екінші есептің А-сына қараймыз. Есепте қорытынды жаса депті. 1 көбейту 5, яғни 1-ді өзіне 5 рет қосамыз деген сөз. 1-ді өз-өзіне 5 рет қоссақ 5 шығады. Жауабын 5 деп жазып қоямыз. Келесі 1 көбейту 3, яғни 1-ді өз-өзіне 3 рет қосамыз. Жауабы 3. Бұл жерден шығатын қорытынды 1-ді кез келген санға көбейтсек, сол санның өзі шығады. 1 көбейту А тең А дегеніміз сол. Ә нұсқасына қараймыз. Көбейтуге өзара байланысты 2 теңдік және бөлуге 2 теңдік құрастыр. Қорытынды жаса депті. 1 көбейту 5, яғни 1-ді өз-өзіне 5 рет қосамыз. Жауабы 5. Көбейткіштерін орнын ауыстырамыз. 5 көбейту 1. Бұл жерде де жауабы 5 болады. Жазып қоямыз. 5-ті 1-ге бөлеміз. Яғни 5 алманы бір адам жеді дейік. Яғни бір адам 5 алма жеген болады. 5-ті 5-ке бөлеміз. 5 алманы 5 адам бөліп жесек, нешеден тиеді? 1 алмадан тиеді. Жауабы 1. Келесі 1 көбейту 4 тең 1-ді өз-өзіне 4 рет қосамыз. 4 шығады. 4-ті 1-ге көбейтсек, ол да 4 болады. Енді осыны өзіміз кері есеп құрастырайық. 4 бөлу 1. 4-ті 1-ге бөлсек 4 болады. 4-ті 4-ке бөлсек 1 болады. Осылай жазып қоямыз. Келесі есепке қараймыз. Үшінші ауызша түсіндіре отырып есепте 1 көбейту 6. 1-ді 6 рет қос деген сөз ғой. 1-ді өз-өзіне 6 рет қоссақ, балалар 6 шығады. 6 деп жазып қоямыз. Келесі 35 көбейту 1. Яғни 1-ді қандай санға көбейтсек, сол санның өзі шығады. 35. 15 көбейту 1. 15. 15 бөлу 15. 1. 9 бөлу 9. 1-ге тең болады. 28-ді 28-ге бөлсек, ол да 1-ге тең. 1-ді
78-ге көбейтсек 78, 40-ты 1-ге көбейткенімізде 40 саны шығады балалар. Осыны есте сақтауымыз керек. Төртінші мысалға қараймыз. Бабенконың түйетас әңгімесінде қандай ауылдар туралы айтылады? Бір санына көбейтуден тұратын өрнектерді тапсаң, жауабын білесің. Төмендегі өрнектерге қарасақ, бір санына көбейту 1, көбейту 5, яғни Амансай. 1 көбейту 3, Қызылсай екен. 9 көбейту 1, Түйетас. 8 көбейту 1, Бурабай. Түйетас әңгімесінде осы ауылдар туралы айтылыпты. 5-ші есепті шығар. Оқушылар Әлімбаевтың қолғанаттар деген өлеңі жаттады. Бір өлеңді жаттау үшін Алан 15 минут, Сәкен одан 9 минут артық уақыт жұмсады. Санжар Сәкенге қарағанда 3 минут уақыт кем жұмсады. Санжар өлеңді қанша минутта жаттады дейді. Біз енді берілгенін жазамыз. Бірінші бізге белгілі Алан. Алан 15 минут уақытын жұмсапты. Алан 15 минут деп жазып қоямыз. Одан кейінгі бізге белгілісі Сәкен екен. Сәкен деп жазамыз. Одан 9 минут артық уақыт жұмсады. Яғни Сәкендігі де белгісіз. Аланнан 9 минут артық екен. Тоғыз минут А деп қоямыз артықты. Санжар Сәкенге қарағанда 3 минут уақыт кем жұмсады дейді. Жазамыз Санжар, оныкі де белгісіз. 3 минут кем. Сәкеннен 3 минут кем уақыт жұмсаған. Стрелкаларын сызып көрсетеміз. Қазір мен де стрелкаларын шығарып қоямын. Сәкен қанша уақыт жұмсаған білу үшін Аланның 15 минутына Сәкеннің артық жұмсаған 9 минутын қосамыз. 15 минут қосу 9 минут. Одан Санжардың 3 минут кем жұмсаған уақытын алып тастаймыз. Азайту 3 минут деп жазамыз. 24, одан 3 алсақ 21 минут уақыт жұмсаған. Жауабы Санжар 21 минут уақытын қолғанаттар деген өлеңді жаттауға жұмсапты. Жауабы 21 минут деп жазамыз. Санжар 21 минут.